Алқалы әлеумет, ардақты ағайын, енді екінші жұбақындарды ортаға шақырайық. Арыстандай, айбатты, жолбарыстай, қайратты, мен жастарға сенемін деп Мағжан жырлағандай, екі жас жолбарыс бір-біріменен арбасады. Оның бірі Атыраудан келген Батыржан Кәдірбайды қарсы алыңыздар. Батыржан Кәдірбаймен жыр жекпегіне шығатын жас талантты ақын ініміз Алматы облысының атынан Айбын Жамали. Алматы өзгелерден өр екенсің, тарихпен тағылымға тол екенсің. Есен аман отырған ел ағайын, есігіңнен бақпенен бер екенсің. Сұраншы саурықпенен қарасайдай, сұрапыл сынақтардан көп өтерсің. Райымбек өтеген қарасайдай, сұрапыл сынақтардан көп өтерсің. Сүйінбай Жамбылменен көдексіңді, бір туар ақындарға мол екенсің. Тілендейіп Нұрғисаға тұрақ болған төрелерді шығарған төр екенсің. Туғызған Мұқағали Есенқұлды таусылмас қар өлеңнің қор екенсің. Ауылыңда халықаралық айтыс қылсаң, сөз қадірін ұғатын ел екенсің. Өркендеп дамып жатқан өтегенім, қалалардың өзімен тең екенсің. Асан Қайғы бабамыз іздеп өткен, меніңше сол жүрек сен екенсің. Атыңда ауыл екен деп айтуға аузымыз бармайтын жер екенсің. Желбіреп Жетісуда жалауы жұртымыздың тігіліп тұр жанары. Атыраудан келгелі таңғалып жүрм, Алматыдай көргесін гүл қаланы. Төбесі көктіреген таулары бар, таудан да биік бірақ тұлғалары. Тау тұлғаның біреуі Ораз ағам, жасынан жақын болған жырға жаны. Тәңір берген өнердің арқасында хан Тәңірдің шыңына туғадады. Алматының сұлулығын көрген жанға өлең жазбау негізі мін болады. Жүз ақын жырласа да тіл жетпейді, Жетісудай жайнаған бұл даланы. Өлең өріп тұрғандай желектері, жыр төгіп тұратындай жылғалары. Осындай сұлулықты көзбен көрген ораздар сөзден қалай құр қалады. Табиғаты көз тартар жерде туса, табиғи ақын болмай кім болады? Жанымда ел жүректе бар құдайым, желдей зулап жебедей тартылайын. Айтысқа келіп тұрған ақындарды азда болса ендеше талқылайын. Аспанбек, Мұхтар, Дидар, Жансая бар, топты көрсе демейтін тартынайын. Ең жасы атақсысы мен екенмін, сабырымды бірақ та сарқымайын. Өйткені жас ақынды қолпаштауға өтеген ауылының халқы дайын. Жас болсам да жасқанбай келгеннен соң жоғарға қарай мен де талпынайын. Себебі көп айтыста бабым келмей, бабым келген жерлерде бағым келмей, жанымды жеп жүреді жалпы уайым. Оразалы ағамның айтысында олқылықтың орнын толтырайын. Ал ағайын өздерін қолдап отсаң, аламандан есіне алқынайын. Жасынан топқа кірген ораз құсап, жасындай осы айтыста жарқырайын. Адамға жібермейм деп ақымденді, айқасам деп құрдасым жақын келді. Сазарып отқан бүгін қасымызда, сөйлесем қарсыласым хақымденді. Ағайын сенім артып бұл баланы, адуында айбарлы ақын көрді. Алайбын ол сенімнен шыға алмай қап, тек қана ауылында батыл болды. Сырттағы айтыстарға бір бармапты, барса да бір жарқырап жүлде алмапты. Мынау симайды ғой ақыл кенді. Қысқасы қасымызға Айбын деген үйде ғана алысатын батыр келді. Реті көп айтысқа келмей тұғын, резервте тұратын ақын келді. Ал енді бүгін досым барың сал, аламанда оздырып атың денді. Ел намысы жатқанда сұңға түсіп, жерге қарап бауырым отырым енді. Төрлеріне шығарған ағайынның көңілінен шығатын сәтін келді.
Алаштан арда туылып, алаштан арда туылып, қырық суға жуынып, әруақ танып шабайын, апшысын жердің қуырып, сәлем бердім халқыма, бойында бар ұлылық, ойында бар ірілік. Батырлардың ізедім, ұраным болған Райымбек, бес қаруын буынып, қыннан қылыш суырып, қорамсаққа қол салса азынаған жебеден, өз қанына жуынып, дұшпаны өлген қырылып. Не көрмеді бұл қазақ басына күн туғанда, туырлыққа тығылып, кім кетпеді шұбырып. Сары бала қам үшін бәйгеге басы тігіліп, жасындай ұрған найзадан жауларын кеткен жұлынып. Омыраудағы сәбидің денесі кеткен суынып, ұрғанда келіп ұлы жұт, Құдайға ғана белгілі кімдер ұры кім ұлық. 41-дегі соғыста рухын қазақ көрсетті, Рейхстагына туылып. Желтоқсанның ызғары 86-да шарпыды, талай жастың алаңда табандары тілініп, талай боздақ мерт болдау тағдырлары бөлініп. Ал қазір шүкір аманбыз, төрт түліктің төрт мезгіл шөбі шүйгін суығыт. Осыған оңай жеткем жоқ ата қазақ баласы, шаңыраққа шаншылған әр қайсысы бір уық. Қадірлі қазақ бүгінді қайта келмессің туылып, кетпесе екен ешкімді еркіндіктің буырып, тәуелсіздігің уыстан мәңгі шықпасын ұлы жұрт айды. Ау сөзіңде болмаған соң беріктілік, көрерменді аларсың зеріктіріп. Сырттағы айтыстарға бармадың деп жағамыздан аласың желіп кіріп. Шақырғаннан қалайын деп тұрғам жоқ, төрлерін алмасам да елік қылып. Үйде ғана батырсың деп айтардай, сенікі не көсемсу не мықтылық. Резервте тұратын ақын ғой деп миығыңнан отырсың неғып күліп. Сенікіндей ағам мен көкемде жоқ, айтысқа қоса берер еліктіріп. Ора шықса айтысқа білесің ғой, ұпайын жіберетін кеміттіріп. Ақын деген сөзіні абай болар, қате сөз жерге тығар желіктіріп. Жүлде алмадың деп күлер, жөнің жоқ қой, тіліңе салар меді берік қылып. Бес ақынды жеңсе де жүлде алмаған, Ораздың айтысына келіп тұрып ай. Ау жиі жоқ құры айқай жүрісің де, ұсақталдың деп едім ірісің бе. Сазарып отырсың деп сөз бастады, ол рас толып жатыр мұң ішімде. Себебі ортамызда отауыз жоқ, құрметтеген ағасын інісінде. Сағын айдың асында отқан жоқсың, ат шаптырып жеп кетер күрішінде. Той емес дұға тілер күн ғой бүгін, әйтеуір шикілік бар бірісіңде. Ағам дойлап сазарып бозарамыз кінәлігіп қоймашы бұл үшінде. Қуанып отырардай Ораз ағам 50-ге кеп жатқан жоқ тірісінде уай. Батыстан келген батыр жан, батыстан келген батыр жан, сөзінен қалай бұлтарсын. Жарысқа жиі шықтым деп жүйкемді менің құртарсың. Жиі шыққанмен айтысқа, жүйелі сөзің болмаса, өңешті босқа жыртарсың. Ақын деген ізденіп, аталы сөзді айтам деп ел алдына шығады. Армандағандай сұңқаршың, айтысқа шықсаң апталап, ақынның жаны ақпарақ. Осыны құрдас ұмытпа, басыңнан күмән бұлтаусын. Бабалар айтқан бір сөз бар, санаңа соны тоқып ал. Күнде мінсе мәстексің, жылда мінсе тұлпарсың айды. Ау тауыспай тағатпенен төзімдерді, бір айына құрдасқа сөзімденді. Орекең 20-сында отау құрып, ажармен бірге жүзді сезім көлді. Нұрсұлтан мен Нұрайша өміргеге бойында бір ерекше сезім болды. Сен досым әлі күні бойдақ жүрсің, жан болғанмен сыпайы өзің реңді. Ақ жаулықты анаңды шаттандырып, қолында ұзартатын кезің келді.
Көрікті бір аруға бұрмайсың ба, көпті көрдім деп жүрген көзіңден де. Батыржанмен айтсам деп миым қаттау, келмей тұр ғой ақ құрдас күйіңді ақтау. Жүрісіндей атамыздан үлгі алсаңшы, қайтесің бос сөзбенен шиырлап бау. 25 жасқа келіп бойдақ жүрген өзіңдей жігіттерді қиын мақтау. Паспортын алмай тұрып әйел алған Ермановтың ерлігі бұйырмаптау. Ей десеңдер халқым қолдайын, ей қырандай биік самғайын, бойдақ жүрген ұлсың деп неге үйленбей жүрсің деп сын айтқан маған айбынның сөзін әрмен жалғайын. Алла жазса бауырым отау құрам бір күні, сұлуына қазақтың сақина неге салмайын. Бірақ досым, бұл елде бойдақтықтан басқада толып тұр ғой мәселе, тереңнен соны толғайын. Көзіңді ашып қарасаң қарызданған қазақ көп, кредитпенен банкке кіріптар болған әрдайым. Шахталарым жарылып шейіт болды, кеншілер жырымды соған арнайын. Көкірегіме кек толған, соғыс болмай мерт болған әскердегі сарбазы демейді ешкім қорғайын. Айналайын айбынау, аузыңды біреу жабама, айтамын десең ел жайын. Ошақтың қасы емес ау, отанның айтсай мұңзарын тақылдап тұрып таңдайын. Ағайын өзің түсінгін, бұл айбынға ілесіп баламен бала болмайын. Жырлауға бүгін кеп тұрмын, жеке бастың жай емес, жұртымыздың жағдайын. Алқымнан алмай сен бүгін ақылға енді келгінім. Бойдақтығым болмаса бойымда жоғау кемдігім. Ойыңа енді тоқпал отбасы ошақ қас емес, оразды айтар жер бүгін. Ермановтай атамның ерлігі бұйырма деп төгілді маған сел жырың. Ерлік деген ұғымды ертеленумен өлшейді жанымда отқан тең жыбым. Айтам десең айбынау, атамыз қылған ерлік көп, тарихына көз тастасаң арғыменен бергінің. Жүрсін атам емес пе қиын қыстау кезеңде, ақсүйек өнер айтыстың алып берген теңдігін. Айтыс жасап сан мәрте ақындар шығып ортаға, алаштың айтты шер мұңын. О дүниелік болғанда Құлманбеттен қалған кер құлын. Ораз ағамның мәйтін өз қолыменен жерлеген Ерманов біліп ерғұнын. Атамыздың осындай айтпадың ба кеңдігін. Ал сен болсаң бауырым ертеленгенін ғана айтып, төрдегі жүрсін абыздың түсірмесейші сен құнын. Есіңе сақта, мен түгіл ешкім жасай алмайды Ермановтың ерлігін. Алматының аймағы, айтыстың түпкі қайнары. Ақмақтар бұл күні айтысты жиі болады деп айтуда сөзін ойдағы. Жапқысы келіп қулықпен жасауда түрлі айланы. Бодан болып жүргенде бәз біреулер онсызда ұлттық болмыс өнерді ұмыт қылуды ойлады. Қасірет көп көрсе де қасиетті қара өлең құндылығын жоймады. Еркін еліміз ал бүгін желесіп тұрған айдары. Егемен елді айтыстың тұғырдан тиіс таймауы. Тоқ етерін айтқанда айтысты жиі өткізу азаттығының айғағы. Тәңірде менің тілегім, тәуелсіздігім мәңгі боп, төмендемесін ешқашан төл өнердің байрағы. Шайыр боп топқа кіргесін, шындық айтпаса тілгесін. Жүлде алмадың деп жарқырап әзілдеп едім құрдасым, әйтпесе дәл сенің мен емеспін күндесің. Оразда орын алмады деп ашуға бала мінбесін. Он саған кім айтты, өтірікті судай сапырмай, ақиқат айту керек қой, айтысқа білек түргесін. Оразалы ағамыз Ғалия қызбен айтысып, бас бәйгені емдеген тұғырға туды ілгесін. Сен құсап үйге тұғылмай талай жерде жүлде алған, қарсыласқан ақынды тіліменен тілгесін. Барын салмаған бірақта үлдеменен бүлдешін. Қасиетін сол құрметтеп қаншама адам кеп отыр, қадірін ердің білгесін. Қайранда қайран орекем, қайтыс болып кетсең де қазақпен әркез біргесің. Жеңіп алдың жұртымның жүрегінің жүлдесін. Айбын деген айқайшым, шалапты босқа шайқайсың. Айтысқа жиі қосатын сенікіндей ағам жоқ қой деп жырыңменен жайбайсың. Жадыңа онда сақтап ал, жүрсіндейін әкеміз жалғыз ұлындай көреді жүріктердің әрқайсын. Аман жолдай ағамда ақындардың айт сөзің алла беді қайғайсын. Керсінше біздей бұлақтың көзін ашып жатыр ғой, көңілің енді марқайсын. Ал сен болсаң тек қана Батыржанның айтысқа жиі шыққан байқайсың. Мен көп шықсам айтысқа сен неге оған шаршайсың? Мейманға кінә тағатын, жазықсыз жала жабатын, осындайларды көргенде ораз алдына аңсайсың.
Желді ессең батыржан, желді ессең батыржан, жөнім жоқ сенен жасқанар. Отау құр деп мен саған, отанның жайын айтам деп, көңілің неден ластанар. Ел болам десең ежелден, бесігіңді түзе деп, мақалдан жаттап бастау ал. Халқыңды тәрбиелесең, ұлыңа келіп тәлім бер. Еліңді тәрбиелесең, қызыңа келіп тәлім бер. Бабаның сөзі тасқамал. Білімді болса ұл-қызың айналысып ғылыммен, еңбекпен тері расталар. Сол кезде бауырым сен айтқан мәселелер азайып, адамда болмас ашқалар. Отанның жайын айттың деп, отбасының жайын айттың деп, сен осылай жырласаң, не ойлайды басқалар? Шатаспай сөйле батыржан, отанды сүю алдымен отбасыдан басталар айды. Аптығыңды бір басып, алыспайтыңда ал құрдас. Жүрсіндей абыз атамның, еңбекпен айтсаң ерлігін, ниетің досың тарғылмас. Бір ерлігін сөз қылсам, бәрін айтпай кеттің деп, көңілін атам қалдырмас. Ағаларыңды айтып ем, аман жолдай ағаға сөзді бұра салдың ғой, мақтауың сенің сарқылмас. Алалады деп біздерді сөз шыққан жоқ қой аузымнан, өтірік айтса ер жігіт тіл жағына балтын бас. Орекең жүлде алған деп тапқырлау досым тартынбас. Қазы бермес бағамды, мен халқымнан алғам деп Орекең солай жырлаған, көзіңмен досым көркіңдаш. Бір жүлдесін айтқанша бұйырмаған бауырым, мың жүлдесін сөз қылсаң, соғылмай саған қол тұрмас. Осындайларды көргенде Орекеңді аңсайым деп, оқ тілді ақын алқынбас. Не десең де батыржан, алты ағаң жиылып, әкеңнің орнын толтырмас. Жеті жеңгең жиылып, шешеңнің орнын толтырмас. Барша ағайын жиылып, бауырдың орнын толтырмас. 14 ақын келсе де ораздың орнын толтырмас айды. Ау қыраның құлдиласа заңғар көктен, шеңгелінде шырмалы баңдар кеткен. Томағасын сыпырсаң, өлең жырдың қан сонарда қанжыған қанға бөккен. Әр заманда тілінен жырын сығып, сорғалатып серімен салдар төккен. Соның бірі ораздай ағамеді, айтысын ел сағынып қалдау көптен. Дуалы аузынан дауыл соқса, шуылдап шонжар шошып паңдар шөккен. Төкпелеген жырыңмен төкпеңізді күтіп жүр шайырлер мен шалдар көптен. Темірдей төзіміңді талқан қылып, темір көлік айырдау бақ дәулеттен. Ардақтысын ағайын қимағанмен, тағдыр бірақ айтпадық алған беттен. Табылмады ақының арамыздан, бірақ біздің кетпейді санамыздан. Жырларын қатты ұқсайды қараңғыда, біздерге жарық берген балауыздан. Айтысыңды көргенде көк жәшіктен беретін әкеміз бен анамыз мән. Билікке елдің жайын жеткізгенде есімің естілді ғой әр ауыздан. Қаймықпай халық үшін оразағам, қар өлеңнің көзінен қан ағызған ай. Ау топқа қосқан халықтың тілеу екен, жетісу ежелден ақ жыр елекен. Бір күнде 17 рет жекпе-жекті өткізген ер Райымбек жүрек екен. Бір күнде 9 ақын қатар жеңген Құлманбетті санаңа ілек етем. 5 ақынмен айтысып, Оразәлі ірілігі болыпты ілек етең. Айта берсең бабалар еңбегі көп, бір тоқтап тілге енді тіреу етем. Біз жақты қаншалықты зерттек белдің, көңілді қалай саған түнек етем. Кәсіби ақын деген атың бар ғой, мінгенің қара жорға күрең екен. Сөз кезен берейік батыржанға, деп жүрмейік көңілі жүдеу екен. Жеті сулық ақын мен батырлардың басқағанда ерлігін біледі екен ай.
Ай, ей, қолдау берсе алашым, қыздырам жырдың дудасын, жетісудың ерлерін айт десең дізіп айтайын, ағайын бермен қарасын. Сұраншы саурық қарасай қорғап өткен ерлер ғой, Атырау Алтай арасын. Ара еңбек өтеген жылдыртпаған ешқашан жау дұшпанға жағасын. Сүйінбай менен жамбылдар жырға бөлеп кетті ғой қазақтың байтақ даласын. Құлманбет менен көдектер айтыстағы дарашың, Мұқағали мен Үйсенқұл сілкінткен елдің санасын. Күллі қазақ біледі Нұрғисаның бағасын. Бұл ел ұмыт қылмайды орақ тілді отауыз оразалдай баласын. Айналайын Айбынжан шетінен зіп жырладым, шамаңша енді шабасың. Ей, оразалша айтқанда қайсы бірін айтайын, қалған оқып аласың. Қозғасам бергі арғына, алдыңғы менен соңғына. Ораз ағам жасынан, қарттардың шықпай қасынан, өсиетін тыңдаған сабаққа бармай әр күні. Мұқағалидың жырында бесігіне тербелген бір туар оразалының белгілі бізге әр қара. Мадақтап мақтап жүрмеген мансапты менен малдыны, биік болған ол үшін бәрінен де арғыны. Ақынның өзі өлгенмен арттағы өшпес ән жыры. 60-тан аса қырғыздың ақындарын жеңбет ағамның сол қойнарлығы. Сөйтсе де бірақ оразының қиянат көп көрген айтады жұрттың барлығы. 29-ақ жасында кете барды келмеске құдайдың сол боп жарлығы. Қатты ұқсайды негізі Құлманбеттің құлыны мен құлагердің тағдыры. Есіктен ұлын кеңгесін, елін жырмен тербесін. Ағайын сізге ораздың өнерін арас бергенмен өмір жасын бермесін. Осы күні елімде көлік апатынан мерт болған қандастарым көп боп тұр, бүтіндей болыс елгесін. Жүргізушілер көңілін басқа нәрсеге бөлмесін. Алдымдағы көліктен озамын деп жатқанда озып кетіп өмірден жанатын кезде сөнбесін. Жылдамдықта асырам деп жер құшты талай жерлесім. Үйінде күтіп отырған анасы менен баласы қиыншылық көрмесін. Соғыс жеңбеген қазақты соқтығысу жеңбесін. Алладан менің тілегім, аз қазағымның ажалы авариядан келмесін. Ау, құрдастың ілінбесін аты дауға, шыға бір төленермен сатыларға. Бауырым ерлік жайын жақсы айттың, біт досымен тергеуде бақылауда. Айтыс болған соң айтамыз ғой, құрдастың қалжыңдауға хақы барда. Сөз соңында тілейтін тілегім сол, жарқырап жүре берші сақынамда. Аман есен келдің ғой Алатауға, аман есен қайта ғой Атырауға. Ай, бәрекел. Қошемет ардақты ағайын, екі жас ақынның жан алысып, жан берісіп, осы қынаптан шыққан қылыштай жарқылдап айтысқанына куәгер болдыңыздар. Бұл айтысты бастаған Батыржан Кәдірбайдың ұпайын беріңіздер. Көтеріңіздер. 10, 9, 9, 10, 9, 9, 9, 9. Батыржанмен айтысқан Айбын Жамалидің ұпайын беріңіздер. Түгел 10. Енді